Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге денсаулықтарыңызға пайдасы бар ақпаратпен, жаңалықтармен бөлісіп отыратын боламын. Бүгінгі сіздерге айта кеткім келгені қияр, яғни огурцы. Оны барлықтарыңыз білеміз. Көкөністердің бірі, кез келген салаттың әрін келтіріп тамаққа қосуға болады. Құр жеуге де ыңғайлы. Мамандардың айтуынша қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ағзаға ылғал береді. Адам ағзасына судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағзаға қатты шөл кіреді. Ал қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет әлпетке ылғал мен нәр береді. Қиярдың құрамында күндік қажеттіліктерден болған көптеген витаминдер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың пайдалары: ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі, өйткені оның құрамында ағзадағы көмір суларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайден немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болуы қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен диабетик қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілім таңдайдың арасына 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып, бөлмеге қойылады. Содан кейін ішіп аласыз. Сіздерге менің ақпаратты жаңалықтарым ұнап жатырған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті жаңа ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Менің алдыңғы видеомда да қарап шықсаңыздар, көптеген денсаулықтарыңызға пайдасы бар видеоларды көріп шығасыздар.